Қажеті жоқ. Енді жарайды Бекай, 1 минут. Одан кейін Айжанды айтып жатыр ғой, кімге қосыпшы, Ақеркеге қосып, звондады деп. Мақұл звондаған шығар. Осы жерде бәрің бір-біріне звондайсыңдар ғой негізінде. Бірақ Айжанның өзі туралы да бір айтайыншы. Осы сен ғой маған звондап, Абылай, екеуміз мүмкін көреріміз, жұп боларымыз, сөйлесейік деп. Өзің айттың емес па маған негізінде? Жоқ, болды, Балазаға. Аблайхан. Ол Артық әңгіменің қажеті жоқ. Бұл жерде мен де артық әңгіме айтты, Тимурмен ақылдасты деген сияқты әңгімелерді қажет жоқ та осы. дәл осы уақыттан бастап мен саған адамшылыққа салып өтініш жасап жатырмын. Өтініш. Бұдан кейін мен қазір де жауап бермей-ақ қойсаң да болады. Мүлдем қоспай-ақ қойшы, әңгімеге де басқаға да кішкене ғана сыйластығың қалса егер. Ал егер ол нәрсені қаламаймын, анау айт деген, мынау айт деген деп айта берем дейтін болсаң, айта бер. Бұл бір бітпейтін дау болды. В общем, жолда ұйықтап кинотеатрда оянып жатырмыз. Ақтөбе, рахмет, кеше өте әдемі болды. Ендігі кезек қай қала? Орал, күтіңіздер. Оралға жолмен сапарлатып шықтық. 5-6 сағатта жетеміз. Кинотеатрда оралдықтарды күтеміз. В общем, тамақ ішуге келдік. Мына креветкеде қарай, неге басқаша былай? Типа андай тазалаған ғой, полный ішімен бірге айырып тұрып қарса, өтін әр жерген ғой. Андай тамақ, біздік сорпа, әдеміскі ананас болып тұр енді. Қалай екен? В общем, киноға келдік. Мына кісі бір әсе тақып жатыр. Ол не екмес? Ош сен екмес ол? Иә? Иә, қалай бар солай. Төлден ашып аламыз да. Төлден ашып аламыз да. Кімдікі? Достылардікі. Қалайсыңдар? В общем, достар, Айгүл на связи. И қазір біз андай нәрсе істеп жатырмық та, қараңыздар. Мен мысалы қазір сөйлеп жатамын да, қатып қаламын. Білесіздер ма? Арасында WhatsApp-пен сөйлесіп жатқан сондай нәрсе болады. Міне қара. Айгүл қара. Қазір мен қатып қаламын. Мысалы бүйтіп қатасың примерно. Мысалы қазір, короче, мен саған қазір келемін да, сосын ары деген сияқты, короче, примерно. Енді Айгүлдің қатқанын көреміз, қараңыздар. Давай, Айгүл. Сен прикол ұстайсың ба? Жоқ, давай. Самай. Так, сен маған келесің да, сосын қайға барамыз? Неге именно крышка ашып? Басқа нәрсесі көрші, та кішкене басқаша қылып кішкене. Давай. Театр. Қолынан чектеп бұлақ ұстап алып та жер. Шай ішатайын ба? Давай. Сонымен қайға барамыз? Деме, қатамайын кейті. Болсын. Қазір. Tamam. До свидания. Это все, кстати, вам на чай. Такой у нас подарок, да? Вы же точно это, продавец, да? Да? Или хозяйка? Все, если продавец, вам. Все, до свидания. Спасибо. До свидания. Осылай істерген көрсететін боламын. Штуотна iPhone 17 Pro Max. Осындай 5 жылда отельде жатамыз, съемка уақытысында. Ең шикарный отельді алдық, өйткені съемка кішкене қиынырақ болады. Тренировка ғой, ойбойдың приложениесіне. Сосын от души сен демалшы деп, Мағжан осындай 5 жылда отельді ұйымдастырды. Не болып жатыр? Нұрланмен мөлдір жайлы айтыңдар. Ерлан ағаныкі бар сияқты. Ерлан, Нұрлан, біз бәріміз құрдастарымыз да мына жерде. Сендер де араласасыңдар ғой, кімдер? Нұрсұлтан, солар сияқты. Біз бір-бірлерімізбен араласамыз. Махаббат айтып келмейді. Байқамай қалдым. Байқамай алмайсың, вы постоянно так делаете. Мен аулашым. Мен ба? Больно, понимаете? Мынау өсіп тұр деп та. По идее, жаман айтқан жоқ. Ол қорқынышы бар деп айтты. Қорқынышы кез келген адам жанын маманмен жұмыс жасаған дұрыс қой. Ерлан ауыр сөз айтып қойдың ба сонда? Қазір новостной порталдарға дейін хайпер болып кеткен ғой. Алдында біз Нуми подгузникпен жасағанымыз бар ғой. Соны лотерея деп шығарып жатыр қасысқа. Ол эфирде кәдімгідей подгузник сатылды. Кәдімгі мына магазиндегі тұрған подгузниктің бағасы қандай, сол ортадағы баға сатылды.
мысалы бір жақта мысалы арзан, ол нуми подгузниктен де қымбаттары бар Қазақстанда. Ол нуми подгузниктің біздің сатылғанымызды ол орташа баға ұсынылған. Сол орташа бағаға сатылған подгузниктер болды. Соны алған клиенттердің арасында бір адамға көлік бердік. И сол монтажда қиып кесіп бүйтіп жаңағыдай қылып, халықтандай қылып, бұрмалап андай қылып дегізу керек қой қасқалар. Бірінші толық видеоны көріп алсаңдаршы, сосын лотерея деп қомаңдарсайшы кішкене. Любой мына Магнум болсын, Дина гипермаркет болсын, жаңа жылға қарсы өзінің жаңа товарларын алған клиенттердің ішінде көлік беріп атады, айфон беріп атады. Тура сондай ғой. Айтат деген вот еще еркектер ғой, алдына микрофонды қойып еректерін еуіп кеткен қазір құрсын. Қатындармен жағаласып кеткен, еще байыбына бармай жатыр, бай балам салып ірген өздерінен шіріген сөз шығып айтат деген айта берген қуып. Достар, ассалаумағалейкум, қайырлы кеш баршаларыңызға. Енді біз енді эфирден кейін мына жігіт бар енді. Жігіт келіп, қайда келдік айтсайшы. Ават қой, аватқа үйреніп алдық қой қазір. Достар, бірден аватқа келіп енді қордақ бермесек күнә болар енді. Қордақ қарындық, жас қозының ет екен. Мына кісінің енді қордақ болды. Жас, бұзауын ет, ана тамақ егесі еп. Мына бір ұзақ стоптан кейін Бекзат өз жұмысын бастады, достар. Алдындары осымен бір кішігірім ұрыс естіп қалғаным бар ше. Содан кейін қойып едім, бірақ болмайды екен. Бәрібір өзімдікін істеймін дейсіз ғой. Бүгін бір сөз сағатындай отырсыз ғой. Иә, бүгін сол әдемілеп костюм шалып келейін дедім. Сіз үшін карьера ма, немесе махаббат па? Ер адам үшін карьера шығар. Өз жағдайым жетпей ары қарай махаббат. Сындыратын шамыз өтеді. Мысалы, сіз үйленетін жобаға келіп тұрсыз. Сізге қазір толықтай жағдайым бар, үйленуге дайын деп айта аласыз ба? Иә, мен толықтай айта аламын. Өйткені Құдайға шүкір қалада үйіміз бар, астында көлігім бар, 2-3 дипломым бар. Асырауға толықтай жетеді деп ойлаймын. Сол үшін де сенімді болып келіп тұрған жайым бар. Жақсы, сіз қалайсыз? Жақсы, әдемі болып тұрсыз. Рахмет. Перизат, сіз үшін карьера маңызды ма, немесе махаббат па? Бұрын мен карьера маңызды болатынмын, бірақ қазір өз махаббатымды тауып, сүйікті жар болғым келеді. Ой, нежданчик келіп қалды. Ой, как нежданчик. Ұйқыңыз қанды ма? Ұйқы қанды, Бір әрбір үшті ұйықтап бара тұр бізде Нұржанда. Настроение жоқ, ұйықтағаннан емес. Ойым ғой, ойланып жүрмін. Нұржан, көңіл күйіңізді көтеріңіз. Бүгін мүмкін үміткер келіп қалатын шығар. Қалыңыз қалай, Жанболат? Керемет, өздеріңізде қалай? Жақсы, үміткеріңіз қалай? Күшті қарындаш. Ойлау деңгейі әртүрлі дегендей. Алайда карьера деп карьерге ұрынып қалатын қыздар көп қой қазіргі таңда.